Достар, өтініш, маған көмектерің керек. Мына патша маған менің 45-ші әйелім боласын деп ұсыныс жасады. Алайда мен оған келіскен жоқпын. Мына қараңдаршы, ал мен келіссем, мына коронаны маған беретін сияқты. Ондай корона маған керек емес. Мына қараңдар, менің 45-ші әйелім боласын, немесе назымдан шығармаймын. Жоқ, қалай болмасын шығып кету керек, достар. Бұл патша өте кәрі. Мына қараңдаршы, жас болған. Немесе қараңдар, сені ақша ұрлады деп елге жариялаймын. Менің 45-ші әйелім боласын. Немене? Ей, сасық патша, мен сенің 45-ші әйелің болмаймын. Сені осырып отырсың ғой, қандай сасық. Ұйықтап жатыр, достар, патша. Патша ұйықтап жатқан кезде қашып кетуіміз керек, достар. Аяғымыздың ұшымен жүрек. Достар, маған тіркеліп лайк басыңдар. Бұдан кейін де қызықты видеолар салуға тырысамын. Мына патшаны қараңдар. Мына қараңдар, мына патшаның отбасы, мына патшаның орындығы. Орындығы сасып кетіпті. Осыра береді мына патша. Маған қалай ғана ұсыныс жасады. Ана патшаның папасының папасы, мына патшаның мамасының мамасы. Достар, өте қорқақ патша ғой. Бетіне жүн шығып кеткен, мұрындары жүн. Достар, мына жерден қашып құтылмасақ болмайды. Сағынан қараңдар. Қандай жеркенішті еді. Бұл патша осырақ патшасы деп аталады, достар. Сәлем, достар. Сіздермен бірге Аконай. Маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Біз енді патшалықтан, осырақ патшалықтан қашу үшін мына кнопканы басуымыз керек. Тез. Опа, мына патша тұрып кетті. Тоқта деп жатыр, тоқтауға болмайды. Маған патша тоқта деп жатыр, достар. Әрең құтылдық қой. Патша қайда? Патша мен артынан келе жатқан еді ғой. Жарайды. Жоғалып кеткені маған дұрыс болды. 45-ші әйелім боласын деп ұсыныс жасаған несі. Оның жасы 100-де ғой. Ал менің жасым 20-да. Мен әлі сабақ оқуым керек, жұмыс жасауым керек. Патша қалай қай оймен айтады екен, өтініш, достар, маған осы Roblox ойынын ойнауды үйретіңдер. Мен бірінші рет ойнап жатырмын, достар. Патшаның күзетшісі маған не істеді, қандай тесік кетті. Сұржет. Достар, қараңыздар, достар, мені ақша ұрлады деп хабарландырып өліп қойыпты. Қараңдар, мына жерге сигнализация төсе қойыпты. Мына сигнализациядан қалай өтсем екен? Аяғымның ұшы тиіп кетсе, сигнал беріледі. Ал мен ешкімге көрінбей қашып кетуім керек, достар. Мына есікті ашайын. Мына есік. Патшалықтың есігі өте нашар есік екен. Бір ұрсаң ашылып кете береді. Қашайық тез. Стрелка мына жерге көрсетіп тұр. Ал мына көрдіңдер ма? Патшалықтың есігі сондай. Айба, анан қарасаңдар, патшаның осырақ күзетшісі. Састып жіберді мына жерді. Қалай айтып жатырмын мен сендерге, достар. Осырақ елі деуге де болады. Осырақ мемлекет деуге де болады. Себебі барлығы осыра береді. Еще састап осырады ғой. Сасығын-ай. Бүкіл патшалықты осырып састып тастапты, достар. Айбай тұрып кетті. Ойбай. Жүгіре алмайды ғой, қарасыңдар. Ойбай, құрсын, маған жете де алмайды. Сен менің шаңыма да ілесамайсың. Осырақ күзетші. Ха-ха-ха. Ойбай, құлап түсті. Ойбай, осырып жатыр. Қараңдар. Қалай осырады. Қараңдаса осырып жатыр. Қараңдарса. Ай, прикол. Ойбай. Осырағымен ұшып тұрма. Қалай.
осырып ұшып тұр қарсай. Ой. Сендерге көрсете алмайтын жатырмын. Жарайды, ертеректен патшалықтан қашып құтылмасақ, мені патшаға 45-ші әйел қылып берейін деп тұр. Ал достар, мына есікті қазір бір тебеміз. Раз, два, три, кя. Мына жақта не бар екен көрейік. Кірейік. Достар, мына қарасаңдар, мына лава. Бұл это лава ойыны сияқты қарасаңдар, лаваға түсіп кетсеңдер біттіңдер. Бұл ойыннан шығып кетесіңдер. Бұл это лава ойыны сияқты қорқынышты достар. Кеттік, ал енді мына жаққа қарап жүрейік. Мына жақта неге жоқ? Ана кнопкаларды бас деген ғой бізге айтпақшы. Барып басып келейік. Тез. Ой, мен жай қымылдап кеттім оқырсын. Білесіңдер ме, ананың ішінде жылап жатыр. Кім жылап жатқанын білмеймін. Құтқарайын десем құтқара алмаймын. Олар қайда жылап жатқанын білмей тұрмын. Если ол жаққа қарай секірсем, мен сразу лаваға түсіп кетемін достар. Патшаның 45-ші әйел болуға жайы жоқ достар. Сендер Roblox ойнайсыңдар ма достар? Осы мен жақыннан бастап ойнап жатырмын. Маған сендердің көмектерің керек болып тұр. Roblox ойынын үйрететін адам бар ма? Кім біледі? Brookhaven дей ма? Соны ойнап үйренуім керек еді. YouTubeға видео шығаратын достар. Енді мына кнопканы басайық. Тез. Лава. Бұл это лава. Если осы лаваға түсіп кетсек, мә достар, болмайды. Түсіп кетуге болмайды. Қарындашына. Білесіңдер ме, ана қақпан. Құстарды салатын қақпан, ал патша есе адамдарды салатын қақпан есе қойыпты. Қарасаңдаршы. Бұған құс емес, адамдарды отырғызады екен патша. Достар, қалай? Бұл это лава деген кәдімгідей шаршатты ғой мен. Жеттім ау әйтеуір. Басқа жерлері қатты мықты болса да, есіктері слава екен, бір тепшеңсін қылады екен. Пок етіп өтіп кетеміз. Стрелка мына жаққа қарап кетіп жатыр. Достар, мына жақта не бұл? Қарасаңдар, арасында шіріп кеткен ағаштар бар. Не болады мына жерде? Мына жақта пол это лава сияқты екен, астында лава тұр. Ойбай, ағашқа аяғым тиіп кетті ғой. Астына қарай түсіп кетейін дедім. Енді тез, мына жерден өтіп кетсек. Ой. Давайте, достар, тез. Кәні, секір. Ой, бля. Түсіп кеттім ғой. Асықпау керек еді. Давай, асықпасақ, ана патша маған тез жетіп алады да мені 45-ші әйелі қылады. Достар, оны білесіңдер ма, сақалы мұрнының ішінде жүні бар. Ар жақта жол бар ма? Қарасаңдар шынау. Ойбай, пластмассовый ғой мынау. Кеттік достар. Анан қараңдар. Анау қазір лазер болып жүріп келеді. Бірдеңе дейді. Короче, наверное, ана камера бақылау, аудио бақылаудан өстіп лазермен фук етіп өтсе, бізді күйдіріп жібереді кәдімгідей. Қазір көрсетем, қараңдар да. Көрдіңдер ма? Көріп үлгермейсіңдер ма? Айбайдан қарай жыны шығып тұр. Күліп тұрады да, жыны шығып тұрған кезде фук етіп андай неге айналады? Лазерге қып-қызыл шашып жібереді онан. Секірейік. Так, мына жерден өтсек. Қарасаңдаршы. Опа, көрдіңдер ма? Мына жерде. Сендер ананы көрдіңдер ма? Мә, достар. Мына жерде не тұр ғой? Тәж ана 21-ші ма, 15-ші ма әйелінен қап кеткен тәж ғой, анау білесіңдер ма? Ол уже білмеймін қақта екен. Көрдіңдер ма, ананың ішінде ханшайымдар бар.
ойбай дыр ете қалдық қой. Дыр наңырындаршы, өзінің мүсінін сатуға шығарып қойыпты. Сен кім алады? Сасық осырақ патша. Ал кеттік достар. Мына жерден абайлап өту керек. Что-то мен басым айналып тұр, өте алмайтын сияқтымын. Что-то патшаға жеңілуге болмайды. Патшаға жеңілсек, менің де ана 20-шы, 15-ші, 25-ші келісім берген қыздар сияқты осылай күнім қараңғы болып, ана неде өтеді, решеткада өтеді менің өмірім. Тез бостандыққа шығу керек. Маған бұндай өмір керек емес. Білесің ба, патшаның 105 баласы бар. Қандай, даже өзі танымайтын шығар патша, 105 баласының атын білмейтін шығар. Әскерінен көп. Білесіңдер ме достар? Наңғарсыңдар достар, мына жерге де жазып қойыпты, менің ақшамды ұрлады деп, патшалықтың ақшасын ұрлады деп. Ұятсыз, неткен ұялмайтын патша, осырақ, сасық, осырақ шал. Сен не десең де халық оған сенбейді, сен себебі осырақсың, өтірікшісің. Жарайды, осы жерден қашып құтылайын. Бәрін мамама айтып бердім. Мама мені түсінеді ғой. Кеттік. Ойынан қарсыңыз ішіп тастапты ғой ана. Шешелерін де тастамапты. Осырақ патшаның осырақ күзетшілерін қарасаңдар, шына жерге отырыс жасаған ғой, вечеринка істеген ғой, вечеринка. Айба, аспазшының үйіне келіп жатырық па? Біз қайда келіп жатырық? Аспазшы. Мен сіздің тамағыңызды жегім келмейді, аспазшы. Ана қыз қайда кетті? Аспазшы білесіңдер ме? Сасық. Дәмі жоқ, тамақ істейді. Қайда екен? Аспазшының бетіне айтайын. Аспазшы, привет, аспазшы. Неге жының шығып тұр? Мен саған не істедім? Мен саған помидор атам саған. Мен саған сауап, жақсы болыпты. Мен саған. Сенің тамақтарың жаман, ұнамайды маған тамақтарың сенің. То тұз қоспайсың, то бірдеңе қоспайсың, сен тамақты дәмсіз жасайсың, патшалықты құртып атсың. Сен де осырақ екенсің ғой. Қалай тамақ жасайсың? Сенен гөрі мен әдем, мына жақын барлық жаққа сен өзіңнің сүйретіңді іліп тастапсың. Тағамдардың сүйретін ілмейсің ба? Қашайын. Ана жаман ғой ана аспазшы. Ұстап алатын болып достар. Осынаған өтамайтын болдым мен че. Тез өтіп кетейін. Давай. Қыстырылып қалданан қараңдар. Осы қыстырылып қалған кезде атып ойын. Аспазшы, сенің тамақтарың өте нашар. Мен сенің тамақтарыңды жегілмеймін. Қандай ет сен. Сен тамақты аздау же, диета ұста. Қараш, екі орындықтың арасынан өте алмай қалдың. Жақсы болды. Ля-ля-ку. Енді жол қайда? Стрелка тұр ғой. Стрелка жаққа барайық. Анаңыз өзінің сүйретін қойып қойыпты. Өзіне деген сенімділік мықты екен, бірақ тамақты өте нашар жасайды. Патшалық сол атты жеп осырып жатыр ғой. Кеттік достар. Ары қарай не болады екен көрейік. Кет. Так, кеттік. Опа, түсейік. Үш есіктің біреуін аш дейді маған. Қарасаңдаршы, қазір біріншісін ашамыз. Ашуға болмайды. Бұл біріншісінде күзетші отыр, жайлап өтіп кетейік. Екіншісін ашамыз. Екіншісінде де болмайды. Міне, үшінші есікті ашу керек екен достар. Так, есік ашылмай жатыр ғой. Қалай ашу жет? Тез. Қазір ана екеу шығатын болып қалатын болды ғой. Қазір мен көріп қояды, есік ашылмай жатыр. Ойбай, ашылмай жатыр. Ойбай. Нан бас деп тұр. Ол күрек қой. Ана екеу шығып кетпесе болған еді.
Осы есікті ашу керек маған. Ой, ана жерде екен кнопкасы, ашайық. О, айттым сендерге осы жерде деп. Бұның ішінде күзетші жоқ. Бірақ ана екеуінің ішінде күзетшілер туалетте отыр. Мына жерге ешкім ештеңе бүлдіріп кетпеген ба? Көрейік, таза екен. Қазамыз. Кеттік достар. Кеттік, төменге қарай стрелка кетіп жатыр. Жүгіреміз. Так, сонымен қараңдар, мына жерге мен жүретінді қоймапты. Айбай, сасып жатыр мына жақ канализация ма? Неме бәле? Бүкіл патшалықтың суы осы жерге, бұғы осы жерге ағатын сияқты. Ойдан қарасыңдар, сасып кетіпті. Давай. Қатты секіру керек мына жер. Қарасыңдаршы, арасы биік. Ойбай, қыстырылып қалдым ғой. Опа. Айба, наңғарсаңдаршы, мына жақта не шығып жатыр, көріп жатсыңдар ма? Кәдімгі оқ шығып жатыр. Ой, достар, айбай, қарасаңдаршы, мен сендерге жақындатып көрсетемін. Ай, көрдіңдер ма? Боқ кәдімгі. Жаңа екеуі отқан еді, оны бүлдіртіп шығып отыр деймін. Сасып жатыр, мына суға түсіп кетсең өлім ғой кәдімгі. Бірақ мен бір рет түсіп көрдім, ол жерін монтаждап алып тастадым достар. Себебі ол иіскеу мүмкін емес. Патша, осырақ патшалық. Қайда барасың? Сені құлдыққа ұстап алды ма? Ой, масқара, қашып үлгерсейші, енді қақа кетіп қалдым. Секірені қайықтар төңкеріп тастаған ескі қайықтар. Достар, мен қашып құтыла алам ба, құтыла алмайым ба? Қараңдар жына. Кеттік мына жаққа шығайық. Ойбай, мынаған мен әрең шығып жатырмын. Патша, сенің күзетшілерің менің артымнан келетін болса, мынаған ешқашан шыға алмайтын сияқты ғой. Құрысын. Секірейін. Басым айналып кетті. Ой. Достар, кәнекей. Ойбай, басым айналып кетті. Қараңдар. О, жол шықты, жол. Кән көріндер ма, стрелканы бойлап кетеміз. Ой, басым айналып кетті, секіре беріп. Жоғарыға қарап. Ойбай, қараңдар, жоғарыда басқа әлем бар сияқты, патшалықтан бөлек. Кеттік. О, қайда келдің? Бостандыққа келдің ба? Орай. О, алтын алма жоқ қойдың достар. Ойбай, алтын алма жеген едім. Күшін көбейіп кетті ғой достар. Қараңдар. Тез. Опа, қарасаңдар, почканың үстіне секірейік. Ой, шашылып қалдым ғой. Басынан алтын алма жейміз, Анан қара. Ойбай, менен осып кетті. Ойбай, істеп жүр анау. Мен алтын алманы жейін тез. Жетіп алайын сөйтіп. Ана балаға жете алмайтын сияқтымын жоғы. Көрінбей кеттім. Фук. Ана гүлдерді қарасаңдаршы, қып-қызыл. Өтірік гүлдер ғой мынау. Опа. Сандық қона, сандықтың ішінде алтындар бар, байлықтар бар. Осы маған берем деген еді, 45-ші әйелім болсан деп. Жоқ, керек емес деп кетіп қалмын ғой достар. Қарасаңдаршы, стрелка бойлап кете берейік. Сары сызық бойынша кете берейік. Қарасаңдаршы, алтын алма жеген едім. Бұны патшалық қайтпау керек. Патша бұны жесе, артынан қуып жетейді. Кеттік достар, мұнан қараңдар. Ойбай, алма ағашын қараңдар, күтті қандай. Ойбай, алма ағашын қараңдар. Опа. Кеттік достар, бұдан кейін. Ой, түсіп кетейін дедім. Опа. Ой, маған ескерту кеп жатыр. Патшалық сені іздеп жатыр, немесе бүкіл елге сені масқараңды шығарып
Менің патшалығымнан ақша ұрлады деп айтам деп жатыр. Айтса айта берсін я достар. Бізге оның қазір маңызы жоқ. Ал кеттік достар. Мына жақтан басқа жол іздеп көрейікші. Басқа жол жоқ қой. Мына сатымен шығып көрейікші кән. Сатының ар жағында. Әскерлер тұр ғой. Төменге қарай түсейін. Төменде басқа жол жоқ, бірақ амал жоқ бізде енді. Ары қарай кетейік. Әскерлер барлығы мені күтіп тұр ғой. Қарасаңдаршы достар. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 әскер тұр ғой достар. Жекпе-жек, патшамен жекпе-жек. Ей, маған атпаңдар, ей. Жекпе-жек дедім ғой, ей. Әне, аттак. Әскерлер, сендердің не миларың жасамай ма? Бірге бір дедім ғой, жекпе-жек деген бірге бір, Сендер маған неғып оқ атасыңдар, Мені өлтіріп қоюларыңа сәлақ қылды. Мен не только патшаның 45-ші әйелі, біреудің 1-ші әйелі боламай қалайын деп қалдым. Миларыңды жасамайды сендердің. Сендерге мен ханшайым болуым керек негізі. Қараңдар тұрғандарыңды мәңгүрт құсап. Не сөз түсінбейсіңдер. Жарайды. Патшаларыңа дұрыстап қараңдар. Өліп қалды. Хабар бердіңдер енді патшаларыңа. Патшаңның патшасына хабар бердіңдер. Аконай Роблокстағы Аконай, біздің патшамызды өлтіріп қойттыңдер. Кеттік достар. Қолтырауын бізді жоқ қоймасын. Қолтырауынды басып кетейік. Ойбай, басуға болмайды екен. Бассаң шашылып қалады екен. Жеңіл қалдым ба? Жоқ, маған тағы бір мүмкіндік берді достар. Қайығым жоқ қой, тағы да қайығым. Мінеке. Қайық берді. Енді қолтырауындарды баспайын қараңдар. Ой, айта алмай жатыр ғой жода. Рулі қайда? Айда, міне болды. Все. Қара қолтырауындар келіп жатыр. Ойбай, қолтырауын сен баспауға әрекет жасаймын, себебі мен шашыл. Ана аяқтарын қарасаңдар, қалай жүзеді. Ой, аяқтары кішкентай, аппақ екен аяқтары. Қараңдар. Анан қараңдар, сызық шығып тұр, мына жаққа жүресіңдер деп. Давай, тездетейік. Тез. Мінекей. Ой, қарасыңдаршы мен қайығымды қалай. Жағада да жүре береді мен қайығым. Әрі көлік, әрі қайық қоя. Қарасыңдаршы. Ойбай, қарасыңдаршы. Әрі ұшақ болайын деп тұр ғой менің. Давайте. Сатыға шығайын. Ой, сатыға қыстырылып қалдым. Ой. Давайте, достар. Маған тіркеліп лайк бастыңдар. Маған комментарияға жаза кетіңдер. Мен де сендерге тіркелемін. Если тіркелген болсаңдар, комментарияға тіркелдім деп жазыңдар. Ой, тыр деп шығып атқаным несі мен? Мына жерде қандай вечеринка болып жатыр? Алақай, мынау мен ғой, мені күтіп тұр ғой, менің жеңісім ғой, мынау менің жеңісім күтіп тұр ғой. Мен жеңдім, достар. Патшаның 45-ші әйелі болмаймын, достар. Лайк басып тіркеліңдер, достар. Всем пока!